Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін скумбрия балығын пеште әрі өте ерекше дәмді етіп жасайтын боламыз. Ең алдымен балықтарымыздың құйрығын, қанаттарын барлығын кесіп алып тастайтын боламыз. Және де басын кесіп ортасынан бөлеміз. Балықтың ішін ашып, ішіндегі ішектерін барлығын алып тастаймыз. Балықтарымызды тазартып болғаннан кейін жақсылап жуып аламыз. Бұл балық өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай іші аппақ болады. Және де бұл балықты майда қуыруға болмайды, себебі өзі майлы болып келеді. Балықтың екі жағын тұздап алдым, және де мен осындай балыққа арналған дәмдеуішті қолдандым. Балықтың барлық жағына сеуіп, барлық жағына жағып шықтым. Және де мен қызыл бұрыш, қара бұрыш қостым. Егер сіздер ащыны қатты жақсы көретін болсаңыздар, онда көбірек қосыңыздар. Осымен табамыздың астын майлап, балықтарымызды жайғастырамыз. Үстіне лимонды жіңішке етіп турап, барлық жағына жағып, қойып қоямыз. Және де үстіне осылай аздап сұйық май қосып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Осымен біздің балығымыз дайын. Енді пешке жіберетін боламыз. Бұл балық өзі өте дәмді балық. Сондықтан да тек қана дәмдеуіштермен де өте дәмді болып шығады. Мен осылай күйдіріп пісіргенді ұнатамын. Сондықтан осылай пісірдім. Сіздер өз қалауларыңызша пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.